Сәлеметсіздер ме? Біздер өлең сөздің патшасы бөлімін бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы Абай Құнанбайұлының өмірі мен шығармашылығы, сегізаяқ өлеңі. Сабағымыздың мақсатына сәйкес сіздің меңгеретініңіз сегізаяқ өлеңінің сюжеттік композициялық құрылысын талдау арқылы идеясын түсіну. Оқушылар, сабағымызды бастамас бұрын сіздерге сұрақ қойғым келіп отыр. Сіздер осы кезге дейін қандай жетістікке жеттіңіздер? Сіздерді азды-көпті жетістікке жетті деп ойлаймын. Өйткені сіздер өркениетті елдің ұрпағысыздар. Енді қайшылығы көп кезеңде өмір сүрген Абай Құнанбайұлының өмірі мен шығармашылығына тоқталып өтейік. Абай Құнанбайұлы 10-12 жасында мұсылманша оқып хат таныған. 12 жасында Семейдегі Ахмет Риза медресесіне оқуға түседі. 14 жасында 3 ай Семейдегі Приходская школада орысша сабақ оқыды. Осы жасында өлең шығарған. Ол жастар арасында кең таралғанымен оған онша мән бермейді. 15 жасында білімі артып, ел ішіндегі жұртты өзіне қаратып, әкесіне көп көмегін тигізеді. Ел жұрт оны би етіп сайлайды. Ал 29 жасында қандай іргеліс атқарды? Бұл кезеңде болыстық сайлауға түсіп, қарсыластарын жеңген. Міне өздеріңіз байқағандай, бала Абайдан дана Абайға дейінгі өсу жолы айқындалды. Енді шығармашылығына шолу жасайық. Біз неліктен Абайды ұлықтаймыз? Қалай ойлайсыздар? Өйткені Абай Құнанбайұлы қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы, ақын, философ, композитор, аудармашы, саяси қайраткер, ағартушы. Абай өлең жазуды 10 жасында бастаған екен. Одан басқа ертеректе жазылған өлеңдері Юзі Раушан, екіншісі Физули Шәмси. Сап-сап көңілім, Шәріпке, Абыралыға, Жақсылыққа, Кеңжайлау өлеңдері 1870-1880 жылдары аралығында жазылған. Алайда жасы 40-қа келгеннен кейін ғана көркем әдебиетке шындап ықылас қойып, көзқарасы қалыптасып, сөз өнерінің халық санасына тигізер ықпалын түсінеді. Шығармалары 3 жүйемен өрбитінін білесіздер деп ойлаймын. Бірі өз жанынан шығарған төл өлеңдері, екіншісі ғақлия деп аталатын прозасы, үшіншісі өзге тілдерден, әсіресе орысшадан аударған өлеңдері. Оқушылар, ақынның сегізаяқ өлеңі туралы не білеміз? Осыған зер салайық. Алыстан сермеп, жүректен тербеп, шымырлап бойға жайылған, қиюадан шауып, қисынын тауып, тағыны жетіп қайырған. Осы жолдарда тіл құдіреті, сөз өнері тақырыбы қозғалса, адамзат қоғамындағы сөз өнерінің қуатын, пәрменін көрсеткен. Сондай-ақ жүйелі аталы сөзге тоқтаған болмысымызды меңзейді. Толғауы 90 қызыл тіл, сөйлеймін десең өзің біл. Тіл заман шындығын жеткізетін құрал екендігі баса айтылған. Байқадыңыздар ма? Тілімізді халық көкейіндегісін қапсыз танытып, тереңнен толғайтын тіл деп тұжырымдайды. Өткірдің жүзі, кестенің бізі, өрнегін сендей сала алмас. Білгенге маржан, білмеске арзан, надандар бақыра ала алмас. Қиналма бекер тілмен жақ, көңілсіз құлақ, ойғолақ. Осы шумақта сөз өнерінің ақылымызға, қиял мен көңілімізден туындайтынын байқаймыз. Сөз өнері ақылға жүгінсе, салмақты да терең ой түзеді. Қиялға ерік берсек, суретті сөз, көңілге сүйенсек, талғап қолданып ой түйеді екенбіз. Осы шумаққа назар аударсаңыз, тағы қандай тақырып көтерілген? Дұрыс, надандық тақырыбы да қозғалған. Абайдың осы сөзді ұғынуға байланысты қандай сөзі ойыңызға оралды? Дұрыс таптыңыз. Сонымен оқушылар, Абай атамыз сөз түзелді тыңдаушы, сен де түзел деген ойды осы жерде бекіте түседі. Оқушылар, қазір біздер тапсырма орындаймыз. Тапсырма критерийі бойынша өлең құрылысын талдаймыз, өлең шумақтарын талдай отырып, автор идеясын анықтайтын боламыз. Болмасын кекшіл, болсайшы көпшіл, жан аямай кәсіп қыл. Орынсыз ыржаң, болымсыз қылжаң, болама дәулет нәсіп бұл. Еңбек қылсаң ерінбей, тояды қарның тіленбей. Оқушылар, өлеңді бірге талдап көрейік. Қандай ой түйетінімізді бірге анықтайық.
Осы шумақтың 8 тармақтан тұратынын байқадыңыздар. Әр тармақ бір үлкен ой түйеді. Қане, бірлесіп, автор ұсынған 8 моральды тауып көрейікші. Сіздер таба алдыңыздар деп ойлаймын. Қане, тексерейік. Ең алдымен адамдық қасиеттер. Бірінші, көпшіл болу, ойлылық, салмақтылық, орнықтылық. Бесінші, қалаған кәсіппен айналысу. Алтыншы, уақытты еңбекке арнау. Жетінші, бос жүрмеу. Сегізінші, алақан жаймау, керісінше барлығын еткен еңбектен сұрау деген түйіндерді біздің алдымызға тастап отыр. Сонымен, өлеңнің тақырыбы мен идеясы қандай? Өлеңнің тақырыбы сол кезеңдегі қазақ қауымындағы жиренішті әдет салт, етек жайған кемшіліктер, адами құндылық. Ал идеясы өркениетке жеткізер жол, еңбек пен білім, адамдық қасиет. Сонымен өлең шумақтарына тоқталып, мағынасын түсіне алдық. Ендеше сұрақ, неліктен өлең сегізаяқ деп аталған? Абайдың 1889 жылы жазылған сегізаяқ өлеңі қазақтың өлең үлгісіне қосылған тың жаңалығы. Өлең 8 тармақтан құралып, бір аяқталған синтаксистік түзілім жасайды. Әр шумақта 5 және 7-8 буыннан құралған тармақтар жүйелі түрде түзілген. Шумақтың 3-ші және 6-шы тармақтары бір ұйқаспен келген. Жан аямай кәсіп қыл, болама дәулет нәсіп бол. Ал қалған тармақтары жұптасқан егіз ұйқасқа құрылған. Қарап көрейік, болмасын кекшіл, болсайшы көпшіл, немесе орынсыз ыржаң, болымсыз қылжаң. Сонымен сұрағымыздың жауабын айтып көрейік. Байқағанымыздай, әр шумақ 8 жолдан қайырылғандықтан 8 аяқ деп атанған. Ендеше, бекіту тапсырмасын орындап көрейік. Берілген өлең шумақтарын оқи отырып, ақын дәуіріндегі қоғам дамуына кесе болған мінез-құлықты анықтаңыз. Жартасқа бардым, күндей қайсалдым, онан да шықты жаңғырық. Естісем үнін, білсем деп жөнін, көп іздедім қаңғырып. Баяғы жартас, бір жартас, қаңқы түртікті байқамас. Осы өлең шумақтарынан қоғам дамуына кесел болатын қандай мінез-құлықты таптыңыз? Жөн сөзге құлақ аспау, өзгеруге тырыспау. Сөзі бар білгіш, законшып көргіш, атанбақ, мақсұт мақтанбақ, жасқанып қорқып, жорғалап жортып, именсе елің баптанбақ, қарғағанын жер қылмақ, алдағанын зор қылмақ. Ал бұл шумақта қандай кеселді мінез-құлықты анықтадыңыз? Әрине, құр дақпыртқа үйір болу білгішсінің. Бүгін біз өлең құрылысын талдадық. Сабақ тақырыбына сәйкес автор идеясын анықтадық. Олай болса сабағымызды қорытындылап өтейік. Абайдың пікірінше адам болу үшін оның бойынан 3 түрлі фактор табылуы тиіс. Біріншіден, баланың шыққан тегі жақсы болуы керек. Екіншіден, оның әлеуметтік жағдайы немесе қоршаған ортасы жағымды болуы шарт. Үшіншіден, балаға адамгершілік тұрғысында тәрбие берілуі қажет. Ендеше, ақынның пікіріне сүйенсек, әр адамзат баласына толық адам болуды үндеген екен. Сіздер өлеңге толық талдау жасау барысында басты идеясын ұғындыңыздар. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты да осы болатын. Келесі сабағымызда өлеңдегі көтерілген мәселеге тоқталатын боламыз.